сәлеметсіздер ме? Оқушылар сарайындағы үйірмелерге қалай жазыламыз? Ең бірінші efos.edu.kz деп жазамыз. Бұл Астана қаласы бойынша. Содан кейін мінекей бастапқы беті осылай шығады. Бауыржан Момышұлы 5-тегі. Басқа да осы сайтта басқа да оқушылар сарайын таңдауыңызға болады. Содан кейін мінекей шеткі нүктесінде үйірмелерге жазылу деген бар. Сол жерді таңдап, өзіңізге жақсы ұнаған үйірмені балаңызға таңдап беруіңізге болады. Шет жағында фильтр деген бар. Сол фильтрді таңдап, категория, яғни қандай би ме, әлде ән ба, немесе шахмат па, робототехника ма, соны қарайсыз, таңдап аласыз. Бастапқы бетінде өзі автоматты түрде шығады. Қандай бос орындар бар, соларды мінекей тізіп қойған. Неше жастан неше жасқа дейін, және де қандай тілде өтеді, тегін бе, әлде ол төленетін бе, барлық жазылып тұрады. Сіз шеткі жақта өтіп, фильтрге өтіп, өзіңізге керекті деген үйірмелерді таңдауыңызға болады. Мысалы, біз таңдайық. Мысалы, бидик. Билеу, яғни. Содан кейін тек қана бос орындар, және де қабылдап жатқан орындар болсын дейік. Қанша теңгеге дейін? Яғни максималды түрде 25 000 теңгеге дейін. Және де қабылдау деп іздейік. Мысалы, 5 жастағы қызға қайсы келеді? Соны таңдайсыз. Мұнда жас аралықтарда жазылған. Және де мінекей қарасаңыз, мұнда тек қана Бауыржан Момышұлы емес, басқа да дворец школьников место қай жерде орналасқаны жазылған. Басқа да оқушылар сарайындағы өтетін осындай үйірмелерді де жазған. Сізге жақынын таңдап алуыңызға болады. Мысалы, мұнда ешқайсы келмейді, яғни 5 жас аралығынан бастап емес. Басқасын таңдаймыз. Іздеп көрейік. Мұнда 6 жастан екен. Хореография бесплатно дейді. Бұл Бауыржан Момышұлында. Керекті документтер мінекей 027 формадағы медицинская справка, фотография, және де ақы төледіңіз деген жайында, және де мұнда өтінім бергеніңіз туралы. Осыны алып келуіңіз міндетті. Әрине, туу туралы куәлігін, оригинал және копиясын. Содан кейін осының барын дайындағаннан кейін, мен осы үйірмеге жазылам деп жалғастырасыз. Сол кезде барлық данныйларыңызды толтырасыз, түгел мәліметтерді жазасыз. Ол кезде емейліңізді, номеріңізді, төлеген чегіңізді түгел жазып өтесіз. Тыңдағандарыңызға рахмет.